Саламатсыздар, құрметті достар, баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін таятқан шынақтамын. Кеше жолда келе жатқанда айттым, бұл жаққа 4 рет келдім деп. Осы қанша келсем де сонша жаңалық ашады екенмін. Хамит ата айтады ғой маған, сен келсең көп нәрсені түйіп кететсің, бірнеше тақырыпта айтасың деп. Тарих болсын, басқа да дүниелер болсын. Енді менің бұл жаққа келіп ашқан жаңалығымның бірі адам ата қазақ болған, қазақша сөйлеген деген видеом ғой. Ол тек жай жалан сөзбен емес, құрғақ сөзбен емес, нақты фактымен көрсеттік. Адам атаның оң аяғында, сол аяғында факт ретінде алға тарттым. Адам атаның қабірін көрсеттім. Адам атаның қабірі сол жерде жатқанын, айғақтайтын, сол жерде жерленгенін көрсететін, таңбалы тастағы алғашқы жерленгенін білдіретін адам атаның суретін көрсеттім. Одан кейін тағы бір факты адам атамен бірге қолға үйретілген таутекені жылқыны көрсеттім. Киік ол киіктің жаратылуы. Одан кейін адам атаның сол кезде де бәсекелестік болғанын, ана апамыз Хауаны жалғыз болғанын, ол бірнеше еркек жерге түскенін, және де сол заманда да бәсекелестік болғанын, және мынау адам атаның кезінде, яғни адамның жаратылысын сырын айтқан болатынбыз, Хамит ата екеуміз. Енді осы жол сіздерді мен қандай жаңалық айтамын. Сол адам атаға қатысты маған көптеген сұрақ қойылды. Әрине, қайда барам, қайдан келдім деген сауал көбін ойландырады. Сонда бір адам сұраған екен, адам атаны қалай жаратты? Қалай жерде кімдер жаратты? Қайдан оны мынау көкте жаралды ма, жерде жаралды ма деген сұрақ қойыпты. Соны нақты фактімен көрсету үшін осы тағы бір фактіні жаңалықты ашқалы отырмын. Енді мен айта берем бе, басқа ғалымдар айтсын, білімі көп деп ойлайтын. Сөйтсем олар білімі жетпейді ме, жоқ, сенімдері кедергі бола ма, білмедім. Хамит ата айтады, сәуір айынан бастап бұл жаққа қаншама ғалымдар келді, үндемей тыңдады деп. Енді онысына да рахмет. Енді жайлап мойындап жатыр ғой, сопылары бар, исламистері бар. Осы тақырыпты қаузамас бұрын, осы сұраққа жауап бермес бұрын, неге бұлай дегізбес үшін сіздерді сауаттандырып алмақшымын. Яғни адам ата туралы жарияланғанда көптеген адамдардың білімсіз екені көрініп қалады. Менің не айтып атқаным маңызды емес, менің кім екенім маңызды сезінетін, өзін бәсекелес сезінетін де қыздар пайда болып, Құранда былай, Библияда алай дейтіндер пайда болыпты. Ол Құранда, Библияңда ол кейін мен жаратылыс адам ата пайда болған дүниені, және қазақи дүниені, қазақтың даласында ашылған ЮНЕСКО-ның ғалымдар ашқан жаңалықты айтып отырмын ғой. Енді айтайын дегенім, мына адамзат тарихында өзінің бай дәстүрімен, мәдениетімен бүкіл ғалымдарды таңдай қақтырған, қыштағы жазуларымен, тастағы таңбаларымен талай мықты тайпалар өткен. Олар өздеріңізге белгілі шумерліктер, мысалы, ацтектер, маялықтар. Енді осылардың құрамында тағы бір тайпа енеді кейіннен. Ол тайпа туралы көпшілігі біле бермейді. Менің өзім бала күнімде оқыған, ұмытып қалыппын. Былтыр Ақсарбаз атаға барғанда ата сол еске салған болатын. Сонымен ол қандай тайпа? 1946 жылы, 50-ші жылдары француздың екі антрополог, археолог ғалымы Марсел Гриаул мен Жермен Детермен деген француздық екі ғалым Африканың Сахара шөлінің оңтүстігіне 4 тайпаға зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Олар қайда өмір сүрді? Олар сол жердегі Дагон деген тайпаның арасында өмір сүрді. Ол тайпа енді барлығынан өзін оқшау сезінетін тайпа екен. Өздерінің ритуалдары бар, өздерінің салт дәстүрлері бар, өте біздің қазаққа ұқсайды негізі. Бар екен, сол үңгірлерінде мыңдаған жазбалар болыпты. Екі ғалым соған назар аударады.
Сонда олардың ең бір қасиетті білімді адамы болады екен. Оны олар сиқыршы деп атайды екен өз тілдерінде. Сол сиқыршы жерге шеңбер сызу арқылы оларға өздерінің құпияларын аша бастайды. Ғалымдардың назары Сириус пен оның В нүктесіне ауады. Үңгірлерінде мыңдаған жазбалар болыпты. Екі ғалым соған назар аударады. Сонда олардың ең бір қасиетті білімді адамы болады екен. Оны олар сиқыршы деп атайды екен өз тілдерінде. Енді сол дагондар екі ғалымға өздерінде өмір сүріп жатқан. Сол біздің ата-бабамыз мұра етіп қалдырған таңбалы тас білімі тұр ғой. Олар өздерінің үңгірлеріндегі мыңдаған жазба таңбаларды көрсетіп, екі ғалымды таңдай қақтырады. Себебі ол құпиялар үңгірлердегі кейінгі жылдарда, бірнеше жылдарда асқан дәлдікпен дәлелденіп, мына әлемнің құпиясын ашуға мұрындық болған дүниелер бұл. Содан жаңағы сиқыршысы келіп, жерге шеңбер сызып, оны екі ғалымға түсіндіре бастайды ғой. Ғалымдардың назары Сириус пен оның В нүктесіне ауады. Сонда дагондар түсіндіре бастайды. Сириустың В нүктесі ақ түсті, көзге көрінбейді дейді. Ол жаңағы Сириустың ең кіші компоненті болып табылады дейді. Және ол темірден де ауыр, қатты, гравитациялық күші бар деп мәлімдейді жаңағы дагондықтар екі ғалымға. Кейінірек ғалымдар Сириустың В нүктесін анықтап, оның расымен де үлкен екендігін, оның айналасындағы заттың текше метрі 200 тонна тартатынын алға тартады. Енді сол дагондар сол екі ғалымды одан әрі таң қалдырып, Сириустың А нүктесін айналып өту үшін кемінде 50 жыл уақыт керек, және ол басқа аспан денелері сияқты шеңбер бойымен емес эллипс тәрізді екенін айтады. Және оның эллипс ішіндегі орнын да көрсетіп береді. Әрбір континентте олардың шығу тегін көрсететін осындай білімді тайпалар болды, бірақ олар негізінен елеусіз қалды. Менің өзім қазір осы таятқанға не үшін келем? Себебі келген сайын мен таң қалам. Ата-бабамның орасан зор біліміне таң қалам. Себебі ол кезде мүмкін болмаған білім. Қазірдің өзінде мына менің шашым, балапан шаштарым ай сайын өседі, шашым қалың, бұлай өсіп қосыла береді. Тікірейіп тұрады осылай. Енді қазір ата-бабамыздың ұлы білімдері ашылған сайын біз оған таң қаламыз. Себебі сол кезде мүмкін болмаған білім. Қазірдің өзінде мысалы телескоп, микроскоп ойлап табылса да, ғылым білім, жаңа небір дүниелер ойлап табылса да, адамдар өзін дамытпайды, санасы төмен, шектеліп қалған ғой діни догмалармен. Сонда ана ата-бабамның сұңғылалығына, ана таңбалы тасқа келген сайын таң қалам. Сол кезде мүмкін болмаған білімді олар қайдан алды деп. Сондай жаңағы дагон тайпасы, Сириус құпиясы осындай парадигмалардың бірі болып табылады. Енді мен бұл далаға қаншама менен де мықты адамдар келіп кетті ғой. Ұлы ғалымдар, қазақтың академия, биылдың өзінде Еуразия ұлттық университетінен арнайы ғалымдар тобы келіп кеткен. Олар үндемей ғана тыңдап кетіпті, бірақ үндемепті. Енді сол ата-бабаларымыздың керемет ғажайып жаңалықтары ашылған сайын, зор біліміне кездескен сайын, енді мен бақыттадамын, өйткені мен ата-бабамның зор біліміне алып барды ғой таңбалы тасқа. Еш жерде жоқ. Бүкіл әлемнің жаратылыс сыры тұрған тасқа барып тұрмын ғой. Жаңа Марсель мен Жермен секілді болып тұрмын ғой менде. Яғни ғылыми техникалық дәуір қарыштап, өз шегіне жеткен заманда өмір сүріп жатсақ та, біз олар ашқан білімді аша алмай отырмыз. Біз жұлдыздарды да зерттейміз. Біз санамыз құлдырап кеткен, діни догмалармен шектелген, біз шектеп тастаған. Болмайды, адам бітті, осы
деп шектеп тастаған. Ал Ақсарбас атамыз айтады, адам Құдайдың бір бөлшегі, адам микрокосмос. Адамның санасы, білімі Құдайдың санасына қосылып кетпейінше тоқтамайды дейді ата. Сол айтқанда енді біз мына ата бабамыздың ежелгі тайпалардың біліміне таң қаламыз. Мен сияқты сол Марсель мен Жермен де қатты таң қалып, Дагондарға сұрақ қойған ғой, сіздер мына білімді қайдан алдыңыздар деп. Сол кезде олар былай деп жауап берген. Бірақ осыны жауапты сіздерге түсіндірейін. Ақсарбас атаның мысалы биыл сұхбат бергенде ата былай деді, 6-шы саты балалар үшін мына бір құпияны ашты. Біз дамуымыз үшін ата барлығын айтып жатыр ғой енді. Бірінші әлем ол әкенің әлемі дейді ата. Ал біз қазір екінші әлем Исаның әлемінде өмір сүріп жатырмыз дейді. Енді ата санасы Құдаймен қосылып кеткен адам ғой. Тағы да үшінші әлем болады дейді. Ол үшінші әлем Ақсарбас әлемі, яғни ата ашады ол әлемді. Ол әлемде Құдай бәрін қайтадан бастайды. Малшы болады, ақын болады, патша болады дейді ата. Өз жаратқан пендесінің жанын түсіну үшін өз әлемін жаңа үшінші әлемде қайтадан бастайды дейді. Енді жаңа Дагондар не деген? Сіздер бұл білімді қайдан алдыңдар дегенде екі ғалымға бізге Наммо деген Құдай ұшып келді деген. Ұшып келді де бізге білімді берді деген. Ол көп қоректенбейді, ауамен қоректенеді, өзінің бір дүниесі бар деген. В общем, көп болды, бала күнінде. Сөйтіп сол ол Құдайдың аты Наммо деп аталады. Ол бізге бүкіл қалай өмір сүру керек екендігін, бүкіл жұлдыздар туралы, планета туралы білім берді де Потолаға ұшып кетті дейді. Потола деп отырғандары аспанға ұшып кетті дейді. 100 жылдан кейін келуге уәде берді деп айтты дейді. Енді әлгі екі ғалым бүкіл жаңағы Дагондар ашқан жаңалық кейін ғылыммен мойындалғаннан кейін өздері сол тайпада бірнеше жыл бойы өмір сүреді. Кейін өмірден озғанда сол екі ғалымды әлгі африкалық тайпалар 200 мың адам жинап шығарып салған екен, құрметтеп, өздеріне деген құрметін білдіріп. Сөйтіп сол Дагондардың айтуынша Құдай жерге 3 рет келіп кетті дейді екен. Сондықтан да бұндай дүниелер мынау діншілдер үшін ол мүмкін емес, өтірік, өздерінікі ғана ақиқат, қалған дамымау керек, қалғандары өтірік, жоққа шығарумен ғана айналысады ғой. Мен ешкімді жоққа шығарумен айналыспаймын. Мен ата бабамның білімін сіздерге беріп жатырмын. Шектеусіз, шексіз білім, адамның санасы шексіз. Ақсарбас ата айтқандай микрокосмос. Сонымен мен бүгін не айтқалы отырмын? Неге Дагондарды еске алдым? Себебі мінекей мен айтатын жаңа сұраққа жауап бергелі отырмын. Адам атаны жерге, геномын жерге Сириустан алып келген. Дагондарға білімді Сириустан алдық деді ғой. Сириустан алып келген. Енді оны мен қалай білдім? Сириустан алып келген. Осы Тамбалы тасқа 2021 жылы мына Иман деген азамат жол бастап алып келгенде, ең алдымен ол алып адамның ізіне алып барып, содан кейін Тамбалы тасқа кеп, сол жерден жаңа сұрақ қоям ғой, анау адам атаның қабірі болса, анау өз болса, енді бұны кім жаратты, қалай жаратты? Сөйтіп тұрғанда мынау Хамит атамыз айтады, Сириустан алып келді деп маған. Сен сияқты ешкім сұрақ қойған жоқ, музей тамашалағандай кетті бәрі, сен бәрін білгің келеді екен деп ол бәрін түсіндірді. Сол кезде анау межгалактикалық карта тұрады Тамбалы таста. Қазақтың даласындағы Тамбалы таста межгалактикалық карта тұрады. Ана адамды бүйтіп көрсетіп қояды, жаратушы дейді оны Хамит ата. Мүмкін ол ғарыш құрушысын, бірақ жаратушы деп тұр Тамбалы таста. Ақсарбас атамыз айтады, адамды Тәңірдің қалауымен ғарыш құрылысшылары алып келіп жерге жаратты деп. Мүмкін солай да шығар. Хамит атамыз тасқа апарып түсіндіргенде, жаратушымыз мынау қай жақтан келген геномның адамды былай нұсқап тұрады жоғарына. Ол жоғарға нұсқаған жолға қарасақ 3 нүкте тұрады ғой. Сол кезде мен атаға қарап сұраймын ғой, Сүмбіледен Сириустан алып келді ме адамның? Иә, қалай білдің деп.
Сонда ана ЮНЕСКО-ның ғалымдары, жай ғалымдары, ең мықты ғалымдар, бас қосқатын ғалымдар тобы ғой ЮНЕСКО де. Сол ғалымдар адамзат тарихының барлығын зерттеген, жаңа дагондарды да білетін, Сириус өзі 3 нүктемен берілетін біліп тұр ғой. Сол қазақтың даласына келіп мойындап тұр. Яғни мына жерде бір атеист адам бар. Ол тек ғылымды мойындаймын дейді, ақшам көп болса екен бәрін сатып алар едім дейді. Енді біздің қазақтың дамығаны ол көріпкел болу, регресспен гипноз алған әлемдерден бір нәрсені сұрау, шамасы білімі жетпегесін. Сондай дүниелерді ғана жалған дүниелер айтумен, қазақтың миын ашытумен ғана шектеліп жатырмыз. Тіпті мына өзін ғұлама сезініп бүкіл кітапты оқыған атеист бір кісі бар, елге танымал. Сол кісі кеп маған айтқан екен: шумерліктер де біздікі дедіңдер, анау да ойбай қазақ керемет, Шыңғыс хан да біздікі дедіңдер, не мақтанудан басқа не білесіңдер депті. Енді не дейік, таңбалы тасты қазақтың даласында тұрған жоқ. Мынау бүкіл дүниенің ілімін қазақ білген. Содан кейін барып ғалымдар ашқан. Жаңағы дагондар сондай парадигмалардың бірі дедім ғой. Бүкіл дүние дагондар да қазақтан тараған. Өйткені жаратылыс қазақтың даласында тұр ғой, адам ата мен ата қазақ. Жаратылыстың сыры қазақтында. Сондықтан Шумерде қазақ, енді қанша жерден Европашыл бол, басқа болғың келе ма, жарылып кет, барлығы қазақтың даласынан тарады. Шумерде біздікі, дагондар да бізден барған, барлығы бізден барған. Сонымен сол кісіге айтар едім, иә, жер бетінде бәрі де қазақтың даласынан тарап тұр ғой. Жаратылыс қазақ болып тұрса, дагондар да қазақ болып тұр. Олардың қазақтан тараған тайпалар. Олар дагондардың Сириустан білім алдық деп тұр ғой. Осы қазақпен байланысып тұр ғой. Сондықтан жер бетіндегі жаратылыс адам атаның геномын жер бетіне Сириустан алып келген. Мен Сириустықпын, мен сүмбілелікпін деп айтар едім. Және де себебі жаратылыс қазақтың даласынан басталып тұр. Адамның геномын Сириустан алып келген жер бетіне. Жаратылыс жер бетіне Сириустан келген. Дагондар да біздікі, шумерліктер біздікі дегенім, анау Әмірхан Балқыбек ағамызға өлең арнағанда Дилдар Амантай мысалы жазды ғой: қасқыр құдай болған кезде шын дедің дегені де дұрыс. Көкбөріні тастан көрсетіп бердім. Сонымен маялықтарды ол Сапар Ысқақов ағамыз бабалар ізімен деген экспедицияны бастатты. Маялықтардың тілін зерттеп, қыпшақ тіліне ұқсас деп, нақты бұлтартпас фактілермен дәлелдеді ғой Сапар Ысқақов ағамыз. Біз Қазақстан жер көлемі жөнінен осы ата бабамыз сыйлаған дала ондықта тұрмыз әлемде. Ең ірі жер көлемінен. Соны біздің көршілеріміз көре алмайды. Әсіресе қырғыздар кеше көре алмайтындығын көрсетті. Татулыққа ірткі салғысы келетін адамдар бар деді. Ақыр соңында Кенесары қырғыздан жеңілді деді. Кенесары қырғыздан ешқашан жеңілген жоқ. Сол кездегі қазақ даласындағы аға сұлтандар патшалық Ресейге бағынды, сөзсіз берілді де, Кенесары хан берілмеді. Кенесары хан тәуелсіздік жолындағы күресін жалғастыру үшін көршілерден көмек сұрады. Сол кезде мынау патшалық Ресей Кенесарыны жаңағы қолға түсіру үшін қырғыз манаптарын пайдаланды. Олардың арасында төре тұқымы бар, соған сеніп Кенесары хан қырғызға барды. Сол жерде алдап қолға түсірген. Ол қырғызға қарсы шапқан жоқ. Тарих оны зерттейтін үлкен дүние ол. Кенесары хан ол аруақты ер, тәуелсіздік жолында күрескен. Оны қолдамағандарына соны мына қолдап отырған қазақтарда бізде болған қарсы шыққанбыз деген сияқты. Бөлініп румен. Тәуелсіздік үшін бірге алмаған жаңағы сұлтандардың ұрпақтары бар. Сонымен қазақ жер бетіндегі ең бір қасиетті халық. Қырғыздың президентінен өзбектің президенті жақсы ма дедім, себебі өзбектің президенті айтқан болатын: біз бір өзбек сапарға шықса,
жолдасың қазақ болсын деп айтамыз. Себебі қазақ досын жарға жықпайтын, соңына дейін бірге ертіп жүретін ұлы халық деп баға беріп отыр. Қазаққа қарсы сөз айтады, ол өзін Тәңірден жазасын алады. Тәңір маңдайынан сүйген ұлт қазақ деген халық. Осындай қасиетті халық болсақ, неге сорлап отырмыз деп зарлай беретін адамдар да болады. Ақсарбаз атаны оқысаңыздар түсінесіздер. Біз осы планетаның былығын, осы планетаны құрып кетуден сақтап тұрған қазақ халқы болып тұр. Осы планетаның ең ауыр кармасын өзіміздің азапты тағдырымызбен көтеріп келе жатырмыз. Тәңірді сүйгендіктен бәріне төзіп шыдап келе жатырмыз, сынақтардың бәріне. Сондықтан жылай бермеу керек. Өзіміздің рухымызды көтеру керек. Жаңағы міне ата-бабамыздың мұра етіп қалдырған тарихи шындық ашылып жатыр. Әлем ғалымдары назар аударып жатыр. Әлем Ақсарбаз атаның толқынымен ағып бара жатыр. Енді сол адам атаның геномын алып келген, көрсетіп тұрған межгалактикалық карта туралы таңбалы тастан Хамит ата сіздерге түсіндірсін. Соны көріңіздер. Бұл енді адам атаға қатысты менің соңғы постым болатын шығар енді. Өйткені бәрін көрсеттім, жануарларды көрсеттім, не жаратылғанын көрсеттім. Жердің, әлемнің жаратылу туралы да осы видеоның соңында Хамит ата түсіндіреді. Көріңіздер. Армысыздар, құрметті достар, баршаңызға. Адам ата қайдан келген? Алғашқы адамды кім алып келген геномын? Сириустан алып келген. Жаңа Дагондар айтпақшы, 3 нүкте. Мынау міне тұр, 3 нүктемен берілген. Мынау жаңағы ата көрсеткен жаратушымыз көрсетіп тұр қайдан келгенімізді. Қазір Хамит атаны тыңдаңыздар. Мынау тегіс жерге тұр. Галактикалық аралық карта. Мынау 3 нүкте, бұл Сириус жұлдыздары әлгінге шейін аспанда бар. Мына жолмен Сириустан бізге күн системаға жеткен. Мынау 9 планета күн системаның планетадары Сириустан күн системаға жеткізіп, тіршілікті жер бетіне орнатты. Біз Құдай дейміз. Міне адам екі қолын жайып тұр, жан-жаққа бұл айтып отыр, мына төңіректің барлығын Сириус пен күн система екі жағында, төменгі жағында тіршілікті орнатқанбыз деп. Мынау күн, жанымызда көршілер бар, о жақта да тіршілік бар екен. Әзірше біздің екпініміз 7 километр 1 секундыға космосқа ұшамыз. Ол екпінмен біз көршілерімізге шай ішіп келуге мүмкіншілігіміз болмай тұр. Мынандай межгалактикалық карта дүние жүзінде ЮНЕСКО-ның аузынан шыққан сөз, ешқайда жерде жоқ. Осы қазақтың жерінде, осы ең бірінші жер бетіндегі ғибадатханада орналасқан. Ал енді фрагменттермен көрсетесің ғой. Сонда өзіңе түсіріп ал. Мен бұлай шетті тұрайын. Керінден таңдайсың ғой еще кадрдарды. Қайсың саламын, қайсың салмайын деп. Сириустың 3 нүктесі, жануарлар, күн системалары, төменде 9 планета, ата барлығын түсіндірді. Енді мына жақта киелі бұғы тұр екен. Осы бұғының сүтімен, етімен ер жетіп алғашқы адамдар қоректенген. Мына бұғы 12 мың жыл бұрын? Иә. Мынау карта ғой, иә? Иә, 12 мың жыл бұрын. 12 мың жыл бұрын салынған дейді. Вагондар бізден кейін барған болып тұр ғой. Бізден барған Африкаға. Вакуум шексіз екенін, оның ішінде материя біткен, ол шексіз екен. Біз
органикалық материямыз, мына тас неорганикалық материя, бірақ мына жақтың барлығы сіңіп кеткен. Олды да айтып отыр, адам атадан бастап, ана апамыздан бұл петроглифтер салынған екен дәлелдеп отыр. Екі шексіздік. Екі шексіздік. Енді ғарыш өзі екі ағзаттан тұрады ғой, вакуумнан и материядан ғой. Сол екеуі де шексіз екен, белгілі болды. Мынау күн. Біз бүгін көріп отырғанымыз 4 термоядерлік секторда ғой. Сол 4 термоядерлік сектордан 8 электромагниттік меридиан пайда болады. Мынадан шыққан электромагниттік толқын ғарыш тас қараңғы ғой. Біздің жерге жетерде озон слойға соғылады. И сәуле болып жерге түседі. Мынау жер, мынау ай көрсетіліп тұр. Біз қазақ әліңге шейін айтамыз. 8 қырлы, 1 сырлы, ол күн туралы айтамыз. Бүгін сәл ғана жігіттерге аударып қойдық. Адам атадан бастап, ана апамыздан бастап, көкбөріден бастап, біз 8 қырлы, 1 сырлы деп күн туралы. Бізге көрсетті механизм. Күннің сәулесі күннен тас қараңғы ғарыштан өтіп, қалай жерге жарық болып түсетінін көрсетті. Біз жер орбитамен ұшамыз, күннің төңірегінде 1 жылда айналамыз. Біздің екпініміз 33 километр 1 секундта. 1 меридиан тура 7 күн ұшамыз. И осы 7-ні біз Құдайдың саны дейміз. Өйткені мен қазақ өз білімін анау Сириустан алып келген цивилизация бізге берді. И біз одар барлығын зерттеп алған, дәлелдеп алғаны кейін, соны кейін барып жер бетіне қондырды ғой. И жер бетінде тіршілікті жаратқан. Сол себептен бүкіл ғарыштағы әлемді білім ретінде берген. И 7 ол Құдайдың саны, ал табиғи жаратылыстан алып отырған сан. Ешкім оны ойлап тапқан жоқ. Қоңырау гүлшар онда? Бір дәлел тіршілікті қондырар алдында жер бетіне жаратушыларымыз жерді көгалдандырды. 45 миллион жыл бұрын кейінгі деректер. Астероид құлағанша осы төңірекке мына шөптер болған. Міне бұтақтары тасқа сіңіп бояу. Әліңге шейін қандай өсімдік болғанын көрсетіп тұр. Тасқа шөптің бояу сіңіп Бояуын сындырген? Иә. Ал бірақ 45 миллион жыл бұрын жер көгалдандырып тұрған. Бізге ауаны тегін берді, жаратушыларымыз жаратты. Суды тегін жаратты. Мұны көріп тұрсың, қаншама жануардарды бізге ауқаттануға жаратты. И ол жануардар қай жерде жайылу керек? Тұқымнан тұқым қосылу үшін. Только шөп жерде. Жерді түсірмегенсің. Бұрын келгенде бұл жерге төмен түсірген жоқсыз ғой. Мынаны көрген жоқпын мен. Тамбалы тасты бітірдік, енді шай ішіп отырып, мына мандаринді сөйлетеміз. Себебі тамбалы таста мына ғарыштағы әлемнің жаратылысы кішкене диффузияға ұшыраған. Сол себептен енді ата сіздерге анық мандаринмен түсіндірсін. Форматпен бересің ғой. Анамыз шалқалап жатыр. 2 бұты 2 жақта, әкеміз үстінде бала тапқызатын әрекетті жасап жатыр. Өйткені мен фалосы аналыққа бар жатқан. Бірақ бала тапқызатын әрекетті мына жануармен байланыстырып қойған. Бұл таутекенің ешкісі. Кім бұның сүтін жейді, ішеді, кім етін жейді. Қазақтың геномы ең көне болып тұр. Сол R1 ол ең көне гаплогруппамыз болып тұр. Хромосомный набор. Міне соның барлығы бұл жақта көрсетілген. Мына скалада тұр. Аны қазір түсіріп жатыр ғой. Ал ағзам жазуы ол араптың жазуы емес қой. Қайда? Мына жерде көріп тұрсың. Араптың атасы, араб алфавитінің атасы деп жазып қойды. Одар өздеріне, как и Найманде өздеріне. Ғарыштың төңірегінде Гелиос бар,
сфера бар, бүкіл планетадыр көн системаны. Мынау гүл сиқатты болып тұр ғой. Анау екі протонды бір-біріне соққанда электромагниттік толқынға айналды. Дүние жүзінің ғалымдары частичка Бога деп айқай салды, ең бірінші нүктесі деп. Ал қазақтың жерінде ол ең бірінші нүкте қалай пайда болғанын материяны көрсетіп тұр мына жерде. Ғарыштағы әлемнің жаратылысы. Иә, әлемнің жаратылысы. Ғарыштың жаратылысы суық болғаннан кейін 270 минус 72 градус минус 273 градус ғарыштағы вакуум жарылды. Вакуумнан вибрация пайда болды. Ол вибрация электромагниттік толқынға айналды. Ол электромагниттік толқын струнға айналды. Струннан кварк айналды, атомның ортасындағы тұрған. Кварктың бірнешеуі болғаннан кейін гравитациялық күш электрон протондарды өз орбитасына тартты. Ол атомнан атом құралды, ол атомнан молекула құралды. Бұл неорганикалық материя жаратылысы. Ол өсіп, өніп, оның барлығы газ түрінде болды. Керемет үлкен болды. Ол газ түрінде болғаннан кейін ол жерде термоядерлік синтез пайда болды. Ол синтезді жарылғаннан кейін органикалық атом молекула пайда болды. Біз барлығымыз тірі жандар, вирус, бактериядан бастап органикалық, шөп, шалам барлығы органикалық материя. Бүгінгі күні академик Тимур Темірболатов айтады, міне дейді, ғарыштағы әлемнің формасы мынау мандарин сиқатты дейді. Бұл жерде бүкіл процесстер мына жерге тартады жоғарына, жоғарына тартып, астынан шығып, бүкіл материяның ең жиналған тұсы мынау ғарыштағы әлемнің экватор тұсындағы дейді. Но бәрібір бұл жаққа тартады, мына тесіктен өтіп, мына тесіктен шығады. Одан кейін қайтадан бұл процесстер миллиардтаған жыл. Біз мына екі ортада болғанда, экваториалдық орында бүкіл материя жиналған. Сол жерде тіршілігімізді жасап отырмыз. Но бәрібір бізді тартып кетеді. И дәл мынау мандариннің бөлікшелері сиқатты анау формалар атылып шықты ғой бұлай. Атылып шықты, мына жаққа құралды қайтадан өз орнына. Міне дәл мандариннің несі сиқатты. Осындай сегмент. Но бұл ғарыштағы бізге шексіз болып көрінеді. Бізге өлшеуге әзірше мүмкіншілік жоқ. Хотя күн сәулесін епкінің фотонын епкін пайдаланып отырып 300 километр секундыға бәрібір біз өлшеймей жатырмыз шегіне. Әзірше біз дамыған мезгілімізде мына форманы дәлелдей алдырмыз. Бұл әзірше гипотеза ретінде, но бұл гипотеза өте дұрыс. Өйткенмен бүкіл жаратылысты алсаңыз, атом, молекула, басқа заттың барлығы осындай формула. Ортасында кварк, электрон, протон барлығы ұшып жүр. Хоть любой ғарышта үлкен затты алайық. Міне біздің жер, домалақ. Күн, домалақ. Бірақ ұшқанымызда, біздің орбита бойынша біз мынандай плоскостьта ұшып бара жатырмыз ғой. Әрбір планета былай қисық-мисық ұшпайды ғой. Өз орбитасында и күн системасы, допустим, біздің екі күн кішкентаяқ 186 километр бір секундта ұшамыз. Но и ұшып бара жатып біз
спиральмен ұшамыз. Спираль бойымен. Иә, спираль бойында 80 мың жылда бір оборотты жасаймыз. И жаратылыстың барлығы осы формаға ұқсас екен. Қазақ болып туымағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем, жеті бірдей қазынамнан айрылып, жет атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазы қарта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашы көтерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуаныс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ.